Баршаңызға сәлем. Бүгінгі мәзірде котлет. Ол үшін 3 тілім нанды суға батырып езіп қоямыз. Пиязды блендерден ұсақтаймыз. Дайын тұрған тартылған етімізге саламыз. 3 сарымсақты ұсақтаймыз. Суда езілген жұмсарған нанымызды қолымызбен сығып аламыз. Сығып алған нанымызды дайын тұрған етімізге саламыз. Одан кейін 2 ас қасық манная крупаны саламыз. Бір шай қасық тұз, қара бұрыш, дәміне қарай. Қосымша приправа қандай өзіңізге ұнайды. Және барлығын соңында араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жақсылап ұрып аламыз. Сонда котлеттер шашылып қалмайды. Қызып тұрған табамызға 2 ас қасық сұйық май құямыз. Және жаңағы дайын тартылған етімізді қолымызбен жақсылап ұрып аламыз да котлет жасап ұнға малып аламыз. Малып болғаннан кейін қызып тұрған сұйық майға екі жағынан қызартып қуырамыз. Астын ақындатпаңыздар, міндетті түрде қатты болу керек. Оты. Қуырып болғаннан кейін бәрін алдын ала дайындап қойған пияз бен сәбізді қуырамыз. 1 түйірік тұз саламыз. 1 шай қасық томат пастасы және 50 немесе 100 мг су құямыз. Оны қайнатамыз. Қайнағаннан кейін жаңағы піскен котлеттерімізді ішіне қайта саламыз. Котлеттерді салып болғаннан кейін астын орташа отқа қойып, бетін жауып 15 минут пісіреміз. Осындай сырты әдемі, дәмі өте керемет, іші жұмсақ котлеттер дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.